Тасқынның көкесі әлі алда. Синоптиктер қорқынышты болжам жасады. Олардың дерегінше еліміздің шығысы мен солтүстігіндегі қар бірер аптада еріп біраз қиындық келтіруі мүмкін. Сол себепті мамандар бұл өңірлерде сіресіп жатқан мұзды жару жұмыстарына білек сыбана кіріскен. Ал Батыс Қазақстан облысында үйлеріне оралған мыңдаған тұрғын қайта үдере көшуге мәжбүр болды. Себебі беті қайтқан қызыл су тағы күш алған. Еліміздің тағы бірнеше өңірінде жергілікті деңгейде төтенше жағдай жарияланды. Елімізде жағдай әлі де күрделі. Су ортасында қалған 6 өңірдегі 64 елді мекенмен байланыс үзілген. Орал қаласына құтқарушылар жетпегендіктен қосымша күш жіберілді. Шаған және Деркөл өзендері ернеуінен асып, қала маңындағы аудандарды басып жатыр. Аймақта жалпы 48 жолда су шайып, 10 елді мекен өркениеттен үзіліп қалды. Ал соңғы тәуліктің өзінде 6000 адам үйлерін тастап, арнайы пункттерге баруға мәжбүр болды. Сол 11 жылы суға кеттік. Онда да деген жаңағы дәлеліміз айғағымызда толық жеткізе алмай қалдық та, орылы көмек ала алмай қалдық. Өз күшімізбен қайттан жөндеп, соғана ауланың сыртына да фундамент құйып биіктетіп едім. Бірақ болмады, биыл тағы кетіп қалды мінекей. 2-3 жылда, 3-4 жылда қайталана береді осылай су деген. Ал павлодарлық құтқарушылар елді мекенді судан сақтап қалу үшін ерекше әдіс ойлап тапты. Өңірдегі трассаларды тасқын емес, мамандардың өздері қопарып жатыр. Олар Ертіс ауданындағы ауылдарды жалғайтын ұзындығы 200 шақырым жолды ортасынан жырып, арық қазған. Бұл шешімді жергілікті атқарушы орган қабылдапты. Облыстың 5 автожол учаскесі бақылауда. Оның ішінде 1 республикалық, 3 облыстық және 1 аудандық маңызы бар жолдар. Сонымен қатар Ақтоғай, Ертіс, Шербақты, Тереңкөл аудандарында орналасқан жеті елді мекенді бақылауда және су тасқынына қарсы іс-шаралар жүргізілуде. Атырау облысындағы Жылыой ауданында төтенше жағдай жарияланды. Аймақтағы Жем өзенінің деңгейі қалыпты нормадан 2,5 метрге көтеріліп, ауылдарға қауіп төндіріп тұр. Су шаюы мүмкін елді мекендердің 100-ге жуық тұрғыны эвакуацияланып, 7 шаруа қожалығының 4 түлігі қырға айдалған. Ал мұнайлы өлкенің орталығындағы Жайық өзенінің маңында биік бөгет тұрғызылып жатыр. Қазір уақытта енді ауылға қазір енді Ой өзенінің келіп жатқан өзеннің суы қауіп төндіруде, әлде судың деңгейі бір қалыпта кешеден бері. Аудан тұрғындары мен төтенше жағдай қызметкерлері күні-түні тынбай жұмысқа кірісті. Жылыой ауданында Құлсары қаласынан облыс орталығына қатынайтын трасса жабылды. Себебі жолдың 100 шақырым бөлігін су шайған. Кеше Атыраудан 50 шақты сарбаз ауданға көмекке келді. Жергілікті штаб жағдайды бақылауда ұстап отырғандарын айтады. Төтенше жағдай министрлігінің дағдарыс орталығында тасқынға қатысты шараларды үйлестіру бойынша республикалық штабтың отырысы өтті. Ал тасқыннан көз ашпаған аймақтарда техника жетіспеушілігіне байланысты Қонаев қаласындағы әскери бөлімнен қосымша күш жіберіліп жатыр. Колонна с техникой воинской части двинулась в направлении города Алматы и дальше. Актюбинск, Тастанцы, выгрузки. Тасқыннан арам қатқан малда есеп жоқ. Соңғы деректерге сәйкес бір ғана Батыс Қазақстан облысында 1600-ге жуық 4 түлік қырылған. Ал табиғи апат шығыста енді басталайын деп тұр. Өңірдегі ақ ұлпаның әлі мұрты бұзылмапты. Мамандар қауіптің алдын алу үшін бірқатар аудандардағы сіресіп жатқан мұзды жару жұмыстарына кірісіп кетті. Ал вице-премьер Қанат Бозымбаев жауаптылармен бірге Ақмола облысындағы жағдаймен танысты. Премьердің орынбасары өңірдегі Есіл және Нұра өзендерінің су деңгейімен танысып, тасқынға қарсы дайындықты пысықтады. Өңірде жалпы төтенше оқиғаға 1500-ден астам маман мен 350 техника жұмылдырылған. Қайыркен Отыншы, Еуразия, бірінші арнасы.